Қасқырлар туралы қызықты деректер. Қасқырдың өзге аңдардан дара, олардың еш қайсысына ұқсамайтын қасиеттері көп. Мұны қазақ жақсы білген. Қасқыр ешқашанда екі рет жұп құрмайды. Терісін тірідей сойып алсаң да қыңсылап дыбыс шығармайды. Қаншығы яғни құртқасы өмірінде бір-ақ рет бөлтіріктейді. Күшік кезінен асырасаң да құйрығын бұлғаңдатып еркелемейді. Иттің иесі болғанымен бөрінің тәңірісі бар. Жазда тауға, қыста жазыққа ұмтылады. Бөлтіріктесе жанындағы елді мекендердің малына шаппайды екен. Қазақ қасқырдың атын атамаған, құтырып кетеді деп ұйтқыс деп атаған. Қасқырдың терісінен жасалған ішікті белсіздікке ұшырайды деп жас жігіттерге кигізбеген. Қасқырдың ішігін жамылған адамды боран болсын, ызғар болсын ала алмайды екен. Қасқырдың терісін 1-2 сағат бөстек қылып отырсаңыз, күні бойы денеңіз қызып жүреді. Терісін аяқ киімге ұлтарақ қылып салсаңыз, табаныңыздан еш уақытта суық өтпейді. Қазақ бөріні киелі деп дір тұтқан. Қазақ халқы көне заманнан байрағына көк бөрінің бейнесін бейнелеген. Қасқырдың тісін, тырнағын адам баласы бойтұмар қылып тағып жүрсе, тіл көзден ада болады деп ұққан. Әйелінің аяғы ауыр кезінде ер адам түсінде көк бөрі көрсе, онда ол текті бала туады деп жорыған. Қасқырдың нәжісі жатқан жерге бұралқы иттер жоламайды екен. Қасқыр еш уақытта иттің күшігін бауырына баспайды, ал ит қасқырдың күшігін бауырына баса береді. Қасқырдың асығы мен иттің асығы бір-біріне мүлдем ұқсамайды. Ұйыққан қасқырды қазақ атпаған, өршеленіп кетеді деп ойлаған. Жазатайым атып қалса, екеуін де атып алуға тырысқан. Өйткені біреуі ғана аман қалса, сол күннен бастап сол ауылдың малына шабуыл жасаған. Атқан аңшының малынан бөлек бала шағасын қырып кетуге тырысқан. Қасқырды қазақ халқы ешқашанда азаптап өлтірмеген, киесінен қорыққан, құрметтеген. Егерде азаптап өлтірсе, жамандыққа ұшырайды немесе ұрпағына зиян келеді деп ойлаған. Қасқырдай айлакер, ұйымшыл, ақылды жыртқыш жоқ. Қыста боранды күндері ол 100 шақырымнан астам жордалады. Аңшылар қасқыр аулауға шыққанда мылтығының ұңғысының аузын жауып қоятын болған. Себебі қасқырлар неше шақырымнан болса да мылтықтың иісін сезіп қояды екен. Қасқыр малдың ұлығы түйеге тиіспеген, киесін таныған. Егерде түйе шөгіп жатса, үстінен секіріп өткен. Бөлтірігіне тамағын құсып берген. Бір топ болып өтсе де, яғни үйір болып бір ізбен жүрген. Соқпақ жасамаған. Қасқырдың тісі тік болмайды, айқасып қалады. Тым қатты ашыққанда аузын ашып жүреді. Өйткені жағы қарысып қалады екен. Аңшылар қасқырды қуғанда бір жағынан қуған, әбден шаршағанда екінші жағынан ұрып алған. Себебі қасқырдың мойнында бұрылмай қарысып қалады екен. Қасқырдың көзі өтсе өткір болады, түнде шамсыз да қып-қызыл болып жанады. Дыбысты 10 шақырымнан естиді, иісті түгел ажырата алады. Терісін сыпырып алғаннан кейін де етіне шыбын-шіркей қонбайды, құрттамайды, қатқан болып жата береді. Иісін сезген бірде-бір аң еттің маңына жоламайды. Иттер қасқырдың өлексесі бар үйдің маңынан аулақ жүреді. Қасқыр боранды күні құтырған. Ешқашанда олар өлексе етті жемейді. Тек балғын, жас етті жеген. Ұстап алған жемтігімен ыстықтай қоректенген. Бір жегенде 10 келідей ет жейді.